Бәріне сәлем достар, қалайсыңдар? Сендермен бірге Мейірбек және мен бүгін өте физикасы жақсы дамыған керемет ойындардың бірін ойнайын деп отырмын. Осы Off the Road деген ойын, бұл ойында физика қалай дамыған десеңдер, мысалынан қараңдар, бүйтіп соғысатын болсақ дегендей, мысалға айтатын болсақ, бүйтіп шөгеміз ғой да судың астына, осылай судың астына кете бергенде міне аккумулятор өшіп қалады дегендей ғой. И давай шығып үлгерейік енді. Все, аккумулятор қайттан оталды. Енді достар, біздер мысалы тағы да бір мысал көрсетейін. Бүйтіп ұшып келіп соғысып қалатын болсақ, осылай капоттары дейтін ашылып, есіктері ашылып, вампир түсіп қалып, сондай болады. Ал егер ұшып барып, қазір мына судан өтіп кете беруге болады смело. Короче, басты мақсат бұл жерде ақша жинау. Басты мақсат ұшып келіп мынандай талға соғысатын болсақ, міне жанады үстінен қараңдар. Машина өртеніп кетеді осылай. 370 метр жерде жөндейтін жер бар. Так что мен осы бүйтіп жөндей саламын ау деймін. Жөндеп та қойдық уже. И видеоны жалғастырмастан бұрын досым, мен саған өзімнің инста және тикток парақшамды ұсынамын. Осы менің инстаграм парақшамнан фотоларын көресіңдер, ал тикток парақшамнан неше түрлі видеоларымның қызықты үзінділерін көресіңдер. Давайте төмендегі сілтеме бойынша өтіп тіркеліп кетіңдер. Ал қазірге біздер жолда бүйтіп дрифт жасап жүріп, біздер жинаймыз ақшаны. Осы жерге $10,000 жинағым келіп тұр бүгінгі сендермен бірге. Бұл ойынды тағы да жалғастырамыз әлі алдағы уақытта. Айтпақшы, анаяқта вертолетім бар, мен сендерге айдап көрсетем соны қазір видеоның соңында. Так что видеоны до конца көріп, комментарий толтырып жазыңдар, арнаға жазылып, лайктарыңды басып отырыңдар. И қазір мен бір тапсырма орындай жіберейін осы жерден. Старт, кеттік. Короче, бізге айту бойынша бұл жерде бізге екі машинаны, бұзылған машинаны алып келу керек осында дейді. Дейміз да, міне мысалы, бүйтіп іліп аламыз машинаны, міне осылай, и тартап жүреміз. Жаңағы сарыға апарамыз сосын дегендей ғой, міне. Бүйтіп мынаны басатын болсақ, ол өзі бүйтіп жақындайды да бері. Короче, кеттік, апарып тастайық осыны. Осының өзі 35 метр жер ма, базар жоқ. Так, біріншісіне келдік, енді екіншісіне кеттік. Наңғарыңдар, мына дрифтерский машина ғой кәдімгідей. Бұл машина сендерді андай неге естетпей ма? Маквин мультфильмде тачки дейді. Короче, содағы метрге ұқсайды. Метр деген машина бар ғой. Метр ма? Метр дейміз әйтеуір. Мына жақта тоже бір машина бар да. Оны сайға түспей-ақ былай алып шығамыз қазір. Әне бір машина тұр. Бүйтіп іліп аламыз. Жерге ілінді ме енді бұны қалай білеміз? Жоқ, машинаға кеттік. Кеттік. Шығара алам ба қазір? Бұл маған қиындау болып тұр. Давай азотты қоса салайық. Ой, не істедің? Не істедің мұнау? Бекерге ақшаны кетірдің, но шығараған жоқ. Шығара алған жоқ мұнау. Давай анау үстін баса салайық бұлай. И бәсе міне артынан тартуға болады екен ғой. Алдынан шығып алғанын айтам да жаңа. Бекерге құртты, Окей. Қазір шығу керек мына жерден барынша бізге. Давай тартамай жатыр ғой. Өкінішке орай бізге тағы да бүйтіп құртуға тура келеді азотты. Вот, шықтық ау әйтеуір. Мына жаққа шығу керек енді барынша шық. Давай тарт. Мына машинаны алып шыға алмай жатыр. Так, ручник шығарды, бас. И все. Ақыры, наконец-то мен бұны тартып шығардым. Жаман сай жерде тұрған екен, но биікке алып шығу өте қиын болады мынандай машинамен. Видеоның ортасынан бөлгенім үшін кешірім сұраймын, бірақ бізде 60% адам 5 подписки қарайды екен. Бұлай болмайды достар. Давайте осыны керісінше жазылған адамдар деген жағын 60%-ға көтерейік. Ал ендеше видеоны ары қарай тамашалай беріңдер. Так, біздер келіп қалдық міне осындай жерге. Маған осы ойын кәдімгідей ұнайды бар ғой. Қандай ойын деп сұрағандарға айтайын, бұл ойынның аты Off the Road. Короче, 301 бәле мегабайт тұрады. 400 ба, короче. Мына жерде мультиплеер ойнауға болады. Но менде интернет жоқ қазір. Wi-Fi мен видеолар жүктеп салып отырмын. Мына жерде бізде карта дейді. 850 төлеу керек па карта үшін. Қой кеттік одан да. Біздер барамыз мына жақтағы менің вертолетыма. Кеттік вертолет айдаймыз барып. Міне айдауға болады.
Вот, вертолет, кеттік. Ең қызығы бар ғой, мен осы ойындағы машина мен вертолетті былай спайдер кар мен спайдер хеликоптер деп атауға болатын сияқты. Өйткені мынаны қараңдар, мысалы, осы жіпті басып аламын, и сосын бүйтемін да, мына талға бүйтіп жіпті жабыстырып қоямын да, ары қарай кете алмай қаласың ғой. Өйстіп ойнаған қызығырақ. И мынаны басып ары қарай кете беруге болады дегендей. Аралдан аралға бүйтіп бара беруге болады вертолетпен. Вертолетпен бір зат тасуға болатын еді, о затты қайдан алу керек? Міне, я. Қазір осы жерге сәл қонамыз да, сәл жерге тимей қонамыз да, тапсырманы аламыз, яғни 2 контейнерді осы жерге әкеп беру керек дегендей тапсырма. Оп, төс, вот, старт. $1200 береді екен ол үшін бізге. Мына жақта екен де бізде, демек, давай дұрыстап қара. И контейнер ана төбесінде болып тұр ғой, демек, таудың, Ана тудың алдында екен, желбіреп көк ту тұр ана жерде. Так, тыйымдар неше түрлі жатыр жерде, байқауға болады. Вот, тоқта. Міне 2 контейнер тұр. Ананы алып алайық. И наны бүйтіп көтереміз, намен басып. Ауыр екен, әйтпесе бүйтіп оңай көтеруші. Так. Енді біздер қайтамыз. Апарып тастайық осыны. Контейнер деппін ғой, мынау сандық па, какой-то сондай бір нәрсе ғой, қорап. Контейнер дәу болады ғой. Так, біздер осы жаққа апаруымыз керек. Әне вертолет қонатын жер тағы да. Өзгеше вертолет тұр о жерде. Уже сатып алу керек бұл жақта. Неше түрлік машиналар бұл ойында. Оның бәрін тек қана сатып алу керек. Так что взломын ойнаған қызығырақ болады бұда. Давай. Ей. Міне. Вот, енді тағы да екінші контейнерді алып келеміз. Өте қызық ойын бар ғой. Ойнап отыра берсін, ойнасаңшы. Достар, давайте сендер осы видеоға лайктарыңды басып отырыңдар, арнаға жазылыңдар. 2000 жазылушыға тез жетейік. Уже бар ғой, біздер ұзақ тұрып қалдық мынау. 1500-ден бастап кәдімгідей ұзақ тұрып қалдық. 1600, 1700, 1800 жайлап 2000-ға шығып жатырық. Біреулер тез жетеді ғой, сол сияқты. Менің ойлағаным, не видео қызық болмай жатыр ма? Өз ойларын нақты жазып кетсеңдер болады, комментарийға. Сұрақтарыңды жазып кетіңдер мысалы. Мен жауап беремін алдағы видеоларда. Сұрақ қалдырып кетіңдерші осы видеоның астына, мен жауап берейін. Так, жетіп қалдық біздер. Видеоларды қызықтырақ қылып шығару керек еді. Мен енді тек Майнкрафт ойнай бермей, түрлі ойындарды ойнасам ба деп жатырмын. Әр түрлі ойындарды мысалы өзінің несі бойынша өтіп, оны сериал қылмай, басқа қылмай дегенде. Вот, міне екеуінде алып келдік. Все, жерге қонайық енді. Міне мынау осы персонаж ғой менде. Тек өкінішті шыққан соң бұны от первого лица, от третьего лица сзади қылуға болмайды екен. Тек қана осындай камера, от первого лица камерасымен, Міне менің вертолетім. Бұда еще байқасаңдар, мынандай бұлт бар ғой аспанда. Тек өйстіп тұра бермейді. Түн болады, бұлттар бүйтіп жүреді, жаңбыр жауады, өте керемет ойын бірақ. Ана суды қараңдаршы, толқындатып, шомылуға болады, өте зор ойын ғой бірақ. Маған ұнап қалды осы ойын. Әлі талай ойнаймыз, неше түрлі машиналар сатып аламыз. Мысалы көрсетейін ба? Короче, бұл жерде міне осындай карталар бар, мынаның бәрін ашу керек. Ақшаға $125,000, $90,000, бірақ ол ақшалар жинау оңай емес. Мына жерде машиналар бар, мысалы, бәрін көрсетейін, ал деген. Осындай түрлі машиналар бар міне. Мынау машина бар, өзімде ашық ойнауға болады, бұл мен бірақ бір түрлі бұл. Так, міне мынаны қараңдар. Осындай керемет машиналар көп ойдағыда. Dodge Challenger'ға ұқсаған машиналар. Бірақ ескі бәрі дегенде ғой. Тастанды аралдардағы өмір сүретін ойын сияқты ма бір нәрсе, байқасан. Ангарлар тұр, короче. Әуежай сияқты мына жер бір. Тесланы полиция машинасы, мынау. Короче, неше түрлі міне көп, фура.
Әсіресе ойынның несінде осы фураға қызығып адамдар тартып алады ғой. Бұл фураның өзін ашу керек. Қанша мың долларға бір. Қазір мына жерде 1500-дей чек, мынандай карточка жинау керек, осындай зат. Мынаны ашуға бола ма? Жоқ. Так, осындай зилдар, короче, неше түрлі машиналар бар, иә. Шыны керек өте керемет ойындар. Мына жерде не дейді мынау? Сатып алатын, жөндейтін, түйінтайтын зат екен. Все онда. Вот мне мынау жаңағы машина дегендей. Ал давайте достар, осымен мен видеомды аяқтаймын. Саған ұнады деген ойдамын. Ұнаса міндетті түрде лайктарыңды басыңдар, арнаға жазылыңдар. Келесі видеоларда жолыққанша аман сау болыңдар.